Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бұл жылқының бағасы 1 миллион теңге. Әкесі ағылшын, шешесі қостанайский деді. Екібастұз өңірінде орналасқан. Ұнап жатса, мына WhatsApp номеріне осы кодты жазасыз. Сосын малдың иесінің код арқылы номерін беремін, немесе сатылып кеткенін айтамын. Құрметті көрермендер, егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Себебі мынау осы канал арқылы жүргіземін малдардың, жылқылардың саудасын. Өткен каналда кішкене қателіктер болғаннан кейін жаңа канал аштым. Және де құрметті павлодарлықтар, малдарыңыз, жылқыларыңыз болса өткізуге жәрдемдесемін. Осы WhatsApp номеріне жазсаңыздар болады. Келесі жабағылар 200 мыңнан, міне коды көрсетілген. Жуас, барлығын мінгі біледі. Бұлар да Екібастұз өңірінде, жақын маңаттарда, ауылдарда иесімен келсе жатсаңыздар, бір жерге әкелуге немесе бағасына, саудасына, барлығына келсе жатасыздар. Және де міне сол малдың иесінде осындай жабағы бар тағы да. Бұл кішкентайлау деді, бірақ саудасы бар деді 200 мыңнан. Келесі көретіндеріңіз қазір дөнен, бағасы 450 мың деді. Айғырлыққа болады, жуас. Ала тай, құнан, енді көктемде бағасы 350 мың деді. Машинаға, көлікке, жаңағындай ВАЗ автокөліктеріне бартер бар деді. Жуас, мінгі біледі. Бұл да Екібастұздың өңірінде орналасқан. Бұл енді иесі фотоларын ғана жіберіпті. Құнандар дөненге шығады деді. 500 мыңнан бағалар. Бір малдың иесі бір адам болғанмен кодтар әртүрлі болады. Себебі бір мал сатылып кеткенмен екінші сатылмауы мүмкін, соған кодтар әртүрлі. Малдың несі толмай қалғаннан кейін видеолар мына бұзауды осы жаққа келтіріп жүрдім. Бағасы 140 мың деді. Ұрғашы ақбас, 6 айлық. Тамашалағандарыңызға рахмет. Саудаларыңыз берекелі болсын. Және де құрметті шаруалар, Павлодар облысының сиырдың да жаңағындай саудасын осы WhatsApp номеріне жіберсеңіздер болады. Жылқының да, қойдың да группалары бар, барлығының.